Ой, достарики, бұндай жағдай өмірімде бірінші рет болып тұр ғой. В общем, Дархан екеуміз қонақ күтуге дайындалып кеттік. Дархан асқабақ турап жатыр, мен самсаны дайындап қойдым, сосын уже окорочкам дайын. Жаңағы Дархан ашып берген асқабағын өйстіп турадым. Сосын противенді алып, астын майлап, асқабақты салып, сосын духовкаға бір 30 минутта қойып қоямыз. Содан кейін жаңа салат жасадым, екі түрлі. Оның біріншісі жаңағы филені өйтіп ұсақтап тураймыз. Кстати, соның арасында сухофруктыға барып келдік, үйдің қасында бар ғой. Әйтеуір картопты жардық, сол күні ет алдық. Мына жерде жұмыртқаны кубик қып турап жатырмын. Одан кейін оның үстіне теркадан сырды өткіземіз, сосын кукуруза саламыз, сосын ананасты кубик қылып тураймыз. Жаңағы филе бар, бәрін араластырамыз. Сосын майонезбен заправить етеміз. Күшті салат болады, қыздар. Содан кейін мына жерде белешей жасадым. Одан кейін жаңа самсаның қасына қояйын деп еще бауырсақ жасадым. Мына жерде сестренкам келіп жақсы болды ғой. Цезарьды жасап кірісіп жатыр. Мына жерде қара нанды майға қуырып, үстіне шпрот пен чеснок майонез, қиярмен салып сөйтіп жасайтын едім. Онымен оны ұмытып кеттім, қуырғанымды қайтейін. Одан кейін мына жерде тағы бір салат, жаңағы асқабақ, сосын свекла и творожный сыр. Осы күні менің басыма қатты тигені, жайындалуды ерте бастау керек екен. Ауыз ашу сағат 5:35-те болса, менің столым 6-ға таман ғана дайын болды. Кішкене ұяттау болып қалды. Зато бәрі дәмді, бәрі жақсы болды. Екіншіге 5 бармақ болды. Келесін, сосын салам.